Қайырлы күн, құрметті тұрғындар, құрметті қонақтар, әріптестер. Сіздерді бүгінгі Қазақстан Республикасының Республика күні мен ұлттық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Тарихи күн, сондықтан да осы мерекемен тұспа-тұс келіп жатқан 19 қазан Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің 30 жылдық мерейтойы болып жатыр. Сондықтан да бүгін міне осы мерекелердің қарсаңында өте керемет іс-шара өткізіліп жатыр. Байгөғім ауылында өрт сөндіру пунктін ашып жатырмыз.